Сіздермен математика 6 сынып 1429 есеп. Екі шебердің бір күндік еңбекақысы, яғни бізде бірінші шеберді x деп алсақ, екінші шеберді y деп аламыз. Екеуінің бірге бір күнде жұмыс істеген ақысы, яғни екеуінің қосындысы 16.000 теңге екен. Бірінші шебердің 5 күнгі еңбекақысы, яғни ол бірінші шебер бізде 5x қой. 5 күндік болғандықтан ол 5x болады. Әрбір күнінен 5x болады. Еңбек ақысы екінші шебердің 4 күнгі еңбек ақысынан 17.000 теңге артық. Яғни 17.000 теңге айырмашылық болып тұр. Екеуінің айырмасын 17.000 деп алуға болады. Міне, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құрастырып алдық. Енді жай ғана осыны есептеу ғана қалды. Яғни бірінші x-ті немесе y арқылы өрнектеп алуға болады, немесе y-ті x арқылы өрнектеуге болады. X-тен 16.000 қалады орнында, плюс y теңдіктің екінші жағына минус y болып өтеді. Осыны x-ке өрнектеп аламыз. Яғни x-тің орнына қойып шығамыз. Ол бізде 5, x-тің орны бізде 16.000 минус y. Сосын қалған сол күйінше көшіреміз. 4y тең 17.000. Енді жақшаны аша отырып өрнекті ықшамдаймыз. Демек, 5-ті 16-ға көбейтсем 16.000-ға 80.000 болады. Астына жазуға болады. 80.000. Минус 5-ті y-ке көбейтемін, ол менде 5y, минус 4y тең 17.000. Енді ұқсас мүшені біріктіремін. Минус 5y пен минус 4y болады минус 9y. 17-ден 80.000 алынады, оның айырмасы 63.000 болады. 63.000. Енді y-тің коэффициентінен құтыламыз, минус 63.000. 2 минустың бөліндісі оң сан болады. Минус 63.000-ды минус 9-ға бөлгенімізде жауап 7.000 болады. Демек, екінші шебер күніне 7.000 теңге тапса, ал бірінші шебер табу үшін осы y-тің бастапқы мынау берілген формулаға біз өрнектеп алған, осыған қоямыз. Яғни x тең 16.000-нан 7.000-ды азайтамын. Сонда 9.000 шығады. Сонда бірінші шебердің еңбек ақысы ол бізде 9.000 екен. X тең деп аласың. Екінші 1430 есеп. Мұнда 1 килограмм алма мен 1 килограмм алмұрт. Алманы x деп алайық, алмұртты y деп алайық. Екеуін қоса алғанда дейді, 275 теңге болады дейді. Яғни сіз 1 килограмм алма және 1 килограмм алмұрт алғанда жалпы екеуіне 275 теңге төледіңіз. Келесі 3 килограмм алмамыз x. Алма 4 килограмм алмұрттан 50 теңге арзан, яғни 4 килограмм алмұрттан 50 теңгені азайтып тастасаң дейді, 3 килограмм алмамен тең екен. Енді осыдан өрнекті ықшамдап аламыз. Ол үшін коэффициенті жоқ айнымалын тауып аламыз. Оң және оң сан болу керек және коэффициенті болмау керек. Сонда бізге есептеуге өте ыңғайлы болады. Демек, x тең 275 минус y. Енді x-тің орнына осы 275 минус y-ті қойып шығамын. 3 көбейту 275 минус y тең 4y минус 50-ді сол күйінше көшіремін. Міне, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге айналып келе жатыр, яғни өрнекті ықшамдасақ. Енді жақшаны ашып шығам. Жақша алдындағы сан, яғни коэффициенті, жақша ішіндегі әрбір санға көбейтіп шығамын. Сонда 3-ті 275-ке көбейтсем 825 болады. Минус 3y, минус 4y етіп теңдіктің берік жағына өткізіп жіберейін де, минус 50-ді осында қалдырайын, бос мүшені.
минус 3y пен минус 4y менде минус 7y-ті береді. Мынау бізде 825 минус болып өтеді. Минус 50 минус 825 жаса салайын. Қосылып кетеді, бірақ теріс сан болады. Сонда минус 50 минус 825 875-ті берсе, минус, минус 7y-дегі 7 коэффициент мұнда бөлі болып өтеді, себебі сан мен коэффициент пен әріптің айнымалының арасында көбейту амалы бар деген сөз. Тең, бұның бөліндісі бізде 125, яғни алмұрт бізде 125 теңгеге тең болса, алманы табу үшін мұна бастапқы өрнектеген теңдеуімізге келеміз. Сонда x тең 275 минус 125. Екеуінің айырмасы 150-ге тең. Демек, алманың бағасы 150 теңге екен.